Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұрахан қызы. Шетелге қалайдан ақысыз оқуға болады? Бүгінгі тақырыбымыз осы жөнінде болмақшы. Көп жағдайда біз байдың баласы болмаса, ақшалылар гені шетелге шығады, шетелге шығып оқиды дейтін осындай ой болады. Әмәлиятта әрқандай адамда өзіңізде осындай талабыңыз бар болатын болса, өте көп мүмкіншіліктер бар. Мысалы, Канада мемлекеті ол адамзатқа деген, оқытуға деген өзіміздің үлесімізді қосамыз деп осындай көп мүмкіншіліктерді жаратқан. Біріншіден, мемлекет деңгейден. Канада мемлекеті оқыту министрлігі, одан сыртқы істер министрлігі, басқа institution, organizationдарда да көп мүмкіншіліктері бар. Екіншіден, provincial, кейбір өлкелердің өзінің жасағанша жағдай. Канадада, мысалы, Ontario, одан BC провинцтерде көп мүмкіншіліктер бар, олардың қаржылары көбірек. Ал одан сырт кішкентай, бір кішкене провинцтерде, оларда да осындай қаржы жағынан көмек береді. Ал ондай провинцқа барған оқушылардың саны аз болғандығынан, сіздің осындай қаржыларды алу мүмкіншілігіңіз де жоғарылайды. Үшіншіден, university college level. Әрбір university колледждар, олар шетелдегі азаматтар, шетел оқушыларына деген беретін қаржылық көмектері бар. Төртіншіден, supervisor, өзіңіздің мұғаліміңіз. Канадада талдаған мектеп өзіңіздің супервайзеріңізді талдаған кезде супервайзердардың өздерінің беретін осындай қаржылық көмектері болады. Әсіресе сіз мектепке келердің алдында супервайзерді талдайсыз, өзіңіздің мұғаліміңізді талдаған кезде оның астында үлкен проекттер бар ма екен, қандай проекттарына өзіңіз қосылу мүмкіншілігіңіз бар ма, соның бәрін байқап көруіңіз керек. Бесінші жағдай әрине on-campus job дептім. On-campus job мысалы сіз мектепке кіріп болған соң, мектептің ішінде де көп қызметтер бар, оны іздеп істеуіңізге болады. Әсіресе сіз оқушы болып келген кезде, оқу визамен ғана келесіз, жөн оқу мақсатпен келдіңіз. Бірақ та international student, Канадаға келетін оқушылардың бәрі мектептің ішінде жүріп, мектеп ішінде 20 сағаттық қызмет істеуіңізге болады. Мұғаліміңізге қызмет істесеңіз болады, болмаса мектептің ішіндегі library, кітапханаға істесеңіз болады, болмаса student union, оқушылар үйімдеріне жұмыс істейтін болсаңыз, бұның бәріне ақылы сағатына $20 ақша алып істеуіңізге болады. 20-25 аралығынан береді. Алтыншы жағдайы сырттай қызмет істеуіңізге болады. Оқу визамен келдіңіз, бірақ та оқу визаның summer break, болмаса winter break, жазғы каникул, қысқы каникул уақыттарында сіз мектепке бармайсыз, бірақ та сіз оқу визаңызды алып 40 сағатқа шейін қызмет істеуіңізге болады. Әрқандай жерге барып қызмет тауып істей беруіңізге болады. Оған қайтадан қызмет визаны алуыңыздың қажеті жоқ. Сондықтан кейбір жағдайда оқу визаны да оқу және қызмет виза деп өстіп айтады. Сонда сонша көп мүмкіншіліктер бар. Бұл scholarship грантты алу оңай ма? Қалайдан алуға болады? Жаңағы мемлекет деңгей, болмаса провинс деңгей, өлкелік деңгейлерді алу өзіңіздің жекелік жағдайыңызға байланысты. Мысалы, өзіңіздің кәсібіңіз, physics, engineering, үлкен осындай қажетті science-тар болатын болса, мемлекеттік деңгейдегі, болмаса өлкелік деңгейдегі мына scholarship гранттарды алуыңызға болады. Көп жағдайда дүниенің әрқандай жеріне келген адамдардың бәрі бірге осы scholarship-тарды қаласады, сондықтан оның мүмкіншілігі біраз төмен. Әрқандай университетті таңдаған кезде сіздің бұрынғы нәтижелеріңізге қарай отыра scholarship беретін болды. Ал бұл scholarship өте оңай алуына. Жоғары орта оқушы болып жүрген кездегі нәтижеңізге қарайды. Одан сырт bachelor degree оқып жатқан кездегі сіздің нәтижеңізге қарайды. Міндетті түрде бұл нәтижеңіз өте жақсы болу керек. A+, 85-тен жоғары 5 нөмір алуыңыз керек. Сондықтан сіз әсі бір оқушы болатын болсаңыз, кейін шетелге шығып оқиын дейтін осындай ойыңыз, арманыңыз бар болатын болса, дәл қазіргі мектептегі оқу нәтижеңізді өте жақсы оқуыңыз керек. Екіншіден, social activity-лерге қатынасуыңыз керек. Мектепте жүрген кезде жөн оқумен ғана емес, адамдар аралығындағы қарым-қатынас, оқушылар үйімдеріне қатынасу керек, өзіңіздің management, leadership, басқару қабілетіңіздің бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Сондықтан екіншісі басқару қабілетіңіз қаншалықты. Үшіншіден, өзіңіздің мұғалімдарыңыз және бастықтарыңызбенен қарым-қатынасыңыз дұрыс болу керек. Өйткені сіз мектепке талдаған кезде өзіңіздің мұғалімдарыңыздан, жаңағы бастықтардан сізді танитын, өзіңіздің осы академик жақтан сізді танитын мұғалімдердің осындай бір
ұсыныс хат жазып беру керек осы жақтағы мектепке. Қандай адам, бұл оқушыны мен қанша уақытқа шейін академик жақтан, одан personal дәрістен сырт осылай түсінемін, жақсы түсінемін, қандай адам деген осындай хат жазып беру керек. Осыларыңызға қарай отыра, жаңағы академик жақтағы дәрісіңізге, басқару қабілетіңізге, адамгершілігіңізге қарай отыра, University колледжда бәрі сізге жаңа грант беретін болады. Бұл гранттардың бәрі ақысыз, автоматик, былай айтқанда, сіз оған қайтадан application тапсырыңыздың мектепке қабылдаған жағдайда бұл грантты да алатын боласыз automatically. Ал бұл ақшаларды қайтадан қайтарып беруіңіздің қажеті жоқ. Мектепке келген соң 2 аптада өзіңізге беретін осындай гранттар, scholarship. Сондықтан колледж, университеттен алатын scholarship өте оңай. Бірден бір талабы, сіз бұрын жақсы оқушысыз. Жақсы оқисыз, адамгершілігіңіз жақсы, басқару қабілетіңіз бар. Осындай соған қарай отыра береді. Сіз Канададағы мектепке, болмаса ақш-тағы мектептерге келген кезде өзіңіздің тікелей супервайзеріңіз, өзіңіздің мұғаліміңіздің сізге беретін scholarship-тар бар, гранттары бар. Одан сырт жаңағы өзіңіздің супервайзердің астындағы көп проекттар бар, оған қызмет істеуіңізге болады. Әр қызметтердің бәрі ақылы қызмет, істеген жұмысыңа қарай отыра өзіңіз ақша табуыңызға болады. Сондықтан көп жағдайда жаңағы мектептің, өзіңіздің супервайзердің, одан сырт супервайзер астындағы осындай кейбір үлкен проекттар бар болатын болса, осыларға қатынасып, одан сырт мектеп ішінде қызмет істейтін болсаңыз, мектеп сыртында каникул уақыттарында 40 сағат апталық осындай қызмет істейтін болсаңыз, әрқандай кезде сіз оқып кетуіңізге болады. Одан сырт тағы бір айта кетер, оқу визаның тағы бір жақсы жері, пандемиялық жағдай болатын болса, сіз өзіңізді, жұбайыңызды шақырып алуыңызға болады. Оған қызмет визамен келеді. Сізде бала бар болатын болса, балалар келіп ақысыз мектептерге барып оқи береді. Әрине, бұл жердегі ақысыз, менің айтқаным, бастауыш, орталау мектептерде ақысыз оқуына бола береді. Сондықтан сіз бір оқушы болатын болсаңыз, шетелге шығып оқимын дейтін болсаңыз, сізден бірде бір істейтін жұмысыңыз әзіргі нәтижеңізді жақсартуыңыз керек. Адамдар аралығындағы қарым-қатынасыңызды түзу, одан сырт кейбір басқару, менеджмент, лидершип қызметтерге қатынасуыңыз керек. Мектепте жүрген кезде актив оқушы болуыңыз керек, оқушылар ұйымдарына қатынасуыңыз керек, одан сырт voluntary қызметтерді де істеу мүмкіншілік болатын болса, оларда істеуіңіз керек. Сондықтан осылар арқылы сіз өзіңіз әсіресе Канададағы міндетті түрде бір мектепке ақысыз келіп оқуыңызға болады. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз осы жерге шейін. Сіздерге жаққан болатын болса, сөз лайк басыңыз, елдерге тарқата жүріңіз, өзіңіздің көзқарасыңызды астыға жазып отырыңыз. Өйткені бұның бәрі менің каналыма деген бір қолдауыңыз болады. Бұл арқылы біздің каналымызда дамитын болады, тіпті де көп адамдарға көмектесе алатын боламыз. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.